Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында ашытқысыз өте тез дайын болатын дәмді пицца жасаймыз. Пиццамыз өте әдемі болып шықты. Міне жұмсақ. Пиццаның қамырына қажетті заттар: айран. Айранға шамалы тұз салып араластырып аламыз. Одан соң разрыхлительді ұнның үстіне салып ұнмен бірге араластырамыз. Және 1 қасық құмшекер, 3 қасық пісте май немесе зәйтүн майын қоссаңыздар болады. 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қоспамыздың үстіне жақсылап араластырып болған соң, жайлап ұнды салып араластырамыз. Ұнды жақсылап араластырыңыздар біркелкі болғанша. Одан соң қамырды қолымызбен біріктіреміз. Аздап ұнды дастархан бетіне төгіп, қамыр өзіне келгенше ұнмен бірге біріктіріп отырамыз. Қамырды ұнмен біріктіріп әбден жақсылап, жеңіл түрде илейміз. Қамырымыз бір тегіс болғанша осылай қолымызбен созып отырып илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Дайын қамырды салафанға салып қойып қоямыз. Одан ары қарай салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге колбаса қажет. Колбасаны жақсылап турап аламыз. Және қызанақ, сыр мен пияз қостым, ақ пияз. Қызанақты жақсылап турап алдық. Міне ақ пияз. Дәмі бізге ұнайды ақ пиязбен қосқан. Одан соң сырымызды теркадан өткіземіз. Бәр қоспаны дайындап аламыз. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып, қолдау көрсетіп, еңбегімді бағалап кетіңіздер. Міне қамырымыз дайын болды. Оны 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай дөңгелектеп, барлығын дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды пиццаның көлеміне үлкейтіп, қолдың көмегімен қамырды аздап созып, оқтаумен жайып аламыз. Қамырымызды барынша жұқа етіп жаямыз. Табаға салуға ыңғайлы болу үшін қамырдың бетіне ұн сеуіп, осылай бүктеп алдым. Табамызға салып, қамырдың шетін шығару үшін осылай шетін қайырып, қамырды аударып салып, қайтадан қолмен тегістеп жайдым. Кетчубымызды себеміз. Үстіне сыр себеміз. Одан соң ақ пиязды салдым. Қызанақты жайғастырып, үстіне колбасаларды қойып шықтым. Және аздап аскөк септім. Сырды үстіне аздаған ғана сеуіп, қызып тұрған табаға жібереміз. Міне табада 3-4 минут тұрғаннан кейін алып, қалған сырды тағы да үстіне бетіне сеуіп шықтым. Сырымыз қатып қалмас үшін. Міне 3-4 минуттан кейін пиццамызды алдық. Пицца әдемі дайын болып пісіп шықты. Мен оны 7 минут пісірдім. Достар, видео қызық болса, жазылып, коммент қалдырып кетіңіздер. Міне пиццамыз жұмсақ, әдемі, дәмді болып пісіп шықты. Көңіл бөліп соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жасап көріңіздер.